Презервативсіз секспен айналыссаңыз, салдары қандай болуы мүмкін екенін білесіз бе? Жыныстық жолмен жұғатын ең көп тараған аурулардың бірі адам папиллома вирус туралы естідіңіз бе? Секс тақырыбында кішкене сауатты болайық, қазір түсіндіреміз. Бұл вирус көбіне әлем бойынша әйелдердегі жатыр мойын ісігіне себеп болады. Енді АПВ-ны қалай жұқтырып алуыңыз мүмкін деген сұраққа жауап берсек, көбіне жыныс жолдары арқылы жұғады. Сыртқы жыныс ағзалары терісінің бір-біріне тиюі, сонымен қатар вагинальды, анальды не оральды секс барысында немесе ойыншықтар алмасқан жағдайда жұғу қаупі бар. АПВ-ны жұқтыру үшін көп адаммен жыныстық қатынаста болу міндет емес. Вирусты бірінші рет жыныстық қатынаста болған жағдайда жұқтыруға да болады. Сарапшылардың сөзінше, планетадағы адамдардың көбі өмірінде бір рет болсын АПВ типіне ұшыраған. Десе де оның алдын алу туралы айтыла бермейді. Ал енді АПВ-дан қалай қорғану керек? Шынтуайтында вирустан толық қорғану мүмкін емес. Алайда оның алдын алуға болатын екі нәрсе бар. Біріншісі презерватив, ал екіншісі вакцинация. Вакцина вирустың онкогенді саналатын ең қауіпті түрлерінен қорғайды. Қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы алдын ала мақұлдаған 4 вакцина бар. Олардың бәрі АПВ-ның 16 және 18 деген түрлерінен қорғайды. Қазақстан 2024 жылдан бастап АПВ вакцинасын ұлттық екпе күнтізбесіне енгізуді жоспарлап отыр. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинияттың сөзінше, әлемдегі 86 мемлекет АПВ вакцинасын ұлттық иммунизация бағдарламасына қосқан. Олардың арасында ақш, Канада, Австралия, Бразилия, Венесуэла, Ұлыбритания және тағы басқа елдер бар. Бүгінге осы секс тақырыбында әрдайым сауатты болайық. Каналға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше.